Барлықтарыңызға сәлем, сіздермен бірге әдеттегідей қысқа нұсқа каналы. Бүгін мен сіздерге 2012 жылы жарық көрген «Тысяча слов» фильмі туралы айтып беретін боламын. Что будет, когда они все опадут? Тогда дерево умрет. Басты рөлдегі кейіпкеріміз Джек Маккол кітап сату бойынша агент болып жұмыс жасайды. Оның ерекше қабілеті ол кез келген адаммен сөйлесіп кете алады. Оның өмірінің барлығы адамдармен сөйлесумен өтеді. Оның сүйікті әйелі және бір баласы бар. Ол өз отбасын қатты жақсы көреді, бірақ сонда да барлық ауыртпашылықты өзінің әйеліне артып қойған. Ал кофе алып жатқанда ол өтіріктен жұмысқа кешігіп бара жатқан мейірімді әке рөлін ойнайды. Ол тіпті өзінің психологының алдында өзінің жұмысы және өзі туралы аузы тынбай айтып отырады. Жұмысқа қайтып келгенде көлік тұрағының қызметкері оған өзінің жазған кітабын беріп бағалауын сұрайды. Ол әлгі қызметкерді мазақ қылып кітапты қолы бос болған кезде әжетханада оқитынын айтады. Жұмыста Джектің Карен есімді көмекшісі болады. Ол көмекшісін таңғы асының кішкентай түйірлері мен үлкендерін бөліп ажыратуға мәжбүрлейді. Қысқасын айтқанда, Джек тек қана өзін ойлап қалған өзімшіл адам болады. Жиналыста Джек барлығын доктор Синчпен келісімшартқа отыруға көндіріп жатады. Доктор Синч рухани емші, ол жақында кітап жазған болады. Джек тіпті оның кітабын оқымай, оның оларға керек екенін шешеді. Осылайша Джек доктордың сабағына барады. Ол жерде барлығын түсініп отқандай өтірік кейіп танытады, бірақ доктор оны бірден байқап қояды. Осыдан кейін Джек іске көшеді және оған өзінің кітаптарын шығаруға рұқсат алуға келгендігін айтады, және де ол тағы да өтірік айтып, оның кітаптарының барлығын оқығандығын айтады. Бірақ Синч бас тартады. Осыдан кейін Синч Джекке тынышталуын айтады, және де ол оған жан-жағына қарап табиғатта не болып жатқандығына мән беруін айтады. Джек бұл кезде де барлығын түсініп тұрғандай өтірік кейіп танытады. Бір кезде ол өзінің қолын талға жырып алады және талға қарап ғайбат сөздер айтады. Бұған Синч тал орнынан қозғалған жоқ, біз өз тағдырымызды өзіміз қолдан жасап аламыз деп жауап береді. Осыдан кейін Джек бәрібір де докторды келісімшарт жасауға көндіреді. Ол жерден шығып Джек өзінің қарттар үйінде отырған анасына келеді. Анасы баласын танымайды, ол баласын өзінің бұрынғы күйеуіне ұқсатады. Джек өзінің әкесіне өте қатты ренжулі еді, себебі әкесі онымен бірге уақыт өткізіп, оған көп уақытын бөлмейтін болады. Джек анасына өзінің күйеуі емес, оның баласы екендігін түсіндіруге тырысады, бірақ әйел сонда да ештеңені түсінбейді. Кешкісін Джектің үйінде әйелімен бірге үлкен әңгіме күтіп тұрған еді. Әйелі оған балаларға қауіпсіз болатын және ыңғайлы болатын басқа біреуге көшейік деп ұсынады. Бірақ Джек тағы да өзі туралы ойлап, өзінің комфорттық өмірін бұзғысы келмейді және де әйеліне жай ғана жөндеу жұмыстарын жүргізейік деп ұсынады. Олар сөйлесіп тұрған уақытта кішкене уақытты қатты жер сілкінісі болады. Джек далаға шығып қараса, оның үйінің дәл алдынан әлгі қолын жарақаттап алған тал өсіп шыққан екен. Джек бұған өте қатты таң қалып қарайды. Ертеңіне таңда Джек жұмысқа келеді және де жұмыста ол өзін біртүрлі сезініп жүреді. Онымен қоса ол Синчтің кітабының тек қана 5 ақ беттен тұратынын біледі. Джек қатты ашуланады және Синчке өзі келіп, бұндай болмайтынын, бұлай кітап жазылмайтынын, оны шығару мүмкін емес екендігін айтады. Және де ол докторға әлгі біртүрлі талды маған неге жібердің деп сұрайды. Осыдан кейін Синч Джекпен бірге оның үйіне талды көруге келеді. Ол Джекқа мұны мен жасамадым деп айтады және де ол жапырақтардың Джектің әрбір сөзіне түсіп жатқандығын байқайды. Джек бұның ақымақтық екенін түсінеді, бірақ кейіннен оның да бұған көзі жетеді. Доктор Джекке өзін біртүрлі сезініп жүргендігінің себебі осы екенін айтады. Олар тал екеуі бір-бірімен қалайда бір байланысы болады. Және де ол талдың жапырақтарын шамамен 1000 жапырақ қалғандығын және де босы жапырақтардың барлығы біткен соң ол талмен бірге жоқ болып кететіндігі туралы айтады. Синч мұның барлығын анықтап оқып, зерттеп көруге уәде береді. Ал бұл уақытта Джектің алдында өте қиын тапсырма тұр еді. Ол өзінің сөздерін үнемдеп өте аз сөйлеу керек болады. Ертеңіне таңда Джек өзінің әйеліне хат қалдырмақшы болады, бірақ бұл хатты жазу барысында да жапырақтардың түсіп жатқандығын байқайды. Джек кофе алуға келеді. Ол сатушыға барынша өзін түсіндіруге тырысады, бірақ сатушы оны өздігінен түсініп, оның қолына барлық кофелерді ұстатып
жібереді. Жұмысқа келген кезде тұрақ қызметкері тағы да одан өз жұмысы туралы сұрайды. Сол кезде Джек сөйлей алмай оған біртүрлі қимылдар көрсетеді. Сол кезде әлгі адам оған өзінің кітабы ұнамады деп ойлап қалады. Жұмысқа келген Джек Каренға өзінің сөйлей алмайтындығын түсіндіруге тырысады, бірақ Карен түсінбей өзінің бастығын ауырып қалған деп ойлайды. Осыдан кейін Джек өте бір маңызды кездесуге келеді. Ол өзінің серіктестерімен сөйлесе алмайды. Оларға тек қана екі сөзді қайталай береді. Бірақ серіктестері мұны түсінбейді. Осыдан кейін Джектің бұл сөздерді 3 рет қайталауына тура келеді. Бір кезде Джек ол жерден біртүрлі күйде қашып кетеді, себебі талдың бойында тиіндер айналып жүрген еді. Кешкісін Джекте тағы бір өте маңызды кездесу болады, және де ол бұл кездесуге өзімен бірге көмекшісі Каренді алып барады. Бірақ Карен алдын бұндай кездесуге барып көрмегендіктен өзін бір түрлі ұстайды. Мұның барлығы әлгі серіктестерге ұнамай қалады, және олар келісімшарттарды түзбей кетіп қалады. Кешкісін үйде Джек пен әйелі сөйлесуге тырысады, бірақ Джек әйеліне ешқандай сөз айтпайды, және оған қимылдармен тал туралы, өзі туралы түсіндіруге тырысады. Мұның барлығынан еш нәрсе түсінбеген әйелі оған ренжіп кетіп қалады. Осыдан кейін Джек докторға хабарласып, оның бірдеңе білген-білмегенін сұрауға тырысады. Бірақ доктор ештеңе білмегендігін айтады. Осылайша Джек өзінің сөздерін босқа құртады. Келесі күні Джек кофе алуға барған кезде өзінің қандай кофе қалайтынын түсіндіре алады. Және де ол жұмысқа келіп өзінің сөйлей алатын ойыншықтарын қолдану арқылы келісімшарт түзеді. Осыдан кейін Джек Синчтің кітаптары бойынша келісімшартқа отыру үшін кездесуге келеді. Ал бұл уақытта үйде талға дезинфекция жасалып жатады. Және де осының кесірінен Джек жиналыста өзін мас адам сияқты ұстайды. Және де серіктестерге Синчтің кітабы тек қана 5 беттен тұратындығын айтып қояды. Мұны естіген серіктестер олармен келісімшарт түзуден бас тартып ол жерден кетіп қалады. Ал мұның барлығынан енді ғана хабардар болған Джектің бастығы оған қатты ұрсып, оны жұмыстан қуып жібереді. Осыдан кейін ол Каренді өз үйіне шақырып алып, оған не болып жатқандығын сызып түсіндіруге тырысады, бірақ Карен мұған сенбейді. Джек Каренға талды көрсетіп сөйлеген кезде жапырақтардың түсетінін шын екендігін көрсетеді. Карен оның сөздеріне сенеді. Мұның бәрін тоқтату үшін Джек адамдарға жақсылық жасаймын деп шешеді, бірақ ол әдеттегідей мұның барлығын өзімшілдікпен жасайды. Ал үйде Карен оған жапырақтардың әлі де түсіп жатқандығын хабарлап отырады. Зерттеулер жасап қайтып келген доктор Синч Джекке ештеңе таппағандығы туралы айтады, және де ол Джектің бұдан былай тек қана өзін ойлап емес, жақсы жаққа өзгеруін, тым болмаса өлімінің алдында жақсы адам болу керек екендігін айтады. Мұны естіген Джек қатты мұңайып кетеді. Джек кешкісін үйіне қатты мас болып келеді және талға келіп өзінің енді ешқандай сөзді үнемдемейтіндігін туралы айтып жатады. Мұның барлығын көріп тұрған Карен бастығының аузын жабу үшін оны қатты соққымен ұрып құлатып тастайды. Ертеңіне таңда Джек аузында скотчпен оянады және де ол талдың басында кішкене ғана жапырақ қалғандығын байқайды. Ол мұның барлығынан соңы келе жатқандығын түсінеді және де мұдан бұлай ол талға ренжімейді. Қайта оның орнына оны суарады. Тал Джектің айырылмас досына айналады. Осыдан кейін ол Синчтің 5 беттік кітабын оқып шығады. Кітапты оқып болған соң ол өзінің өлімінің алдында өзінің осы уақытқа дейін жасаған қателіктерінің барлығын түзету керек екендігін түсінеді. Бірінші болып ол өзінің әйелі мен баласына келеді және оларға 2 ауыз сөз айтады. Ол олардың мәңгілік бірге болатындығын айтады. Осыдан кейін ол кофеханаға барып, әлгі кофе сататын сатушыға оның сүйікті группасы Beatles'тың карталарын береді және оған өте дәмді кофе үшін рахмет айтады. Келесі кезекте ол өзінің жұмыс орнына келіп, тұрақта тұратын қызметкерге оның жазған кітабының өте ғажап жазылғандығы туралы айтады. Талда жапырақтар өте азайып бара жатқан еді. Осыдан кейін ол көл жағасында рахаттанып соңғы рет серуендеуге шығады және серуендеп бара жатып 2 қарт кісінің отырғанын байқап қалады. Сосын ол өзінің анасына келеді. Анасы әлі де баласын танымай оны қайтыс болған күйеуі деп ойлайды және де Джек оған ештеңе түсіндірмей өзін әкесінің орнында ұстайды. Анасы баласы екенін білмей оған барлық сырларын айтып, баласының оған қатты ренжулі екендігін, оның қалай қатты жақсы көретіндігін білмейтінін айтады.
және де ол өздерінің баласымен өте қатты мақтан тұтатындығын айтады. Мұның барлығын естіп отқан Джектің көзіне жас келеді. Осыдан кейін Джек әкесінің басына келеді және әкесіне деген барлық реніштерін сыртқа шығарып, оны кешіреді. Талдағы соңғы жапырақтар жерге құлайды және онымен бірге Джек те сол жерде жерге құлап түседі. Бірақ Джек өлмей аман қалады. Ол трубканы алады. Арғы жақтан Карен оған талдағы жапырақтардың тағы да көбейгендігі туралы айтады. Осыдан кейін біраз уақыт өтеді және де Джек Санджпен кездесіп оған өзінің алғысын білдіреді. Ал Карен болса өзінің жұмысында бір саты жоғарылап Джектің орнына отырады. Бұл Джекке қызық та емес еді. Ол өзінің кітабын жазып шығарады. Ал Карен болса оған бұл кітапты міндетті түрде басып шығаратынын айтады. Осыдан кейін Джек өзінің жанұясын әйелі қатты армандаған үйдің алдына алып келеді және де олардың осы үйде мәңгілік бақытты бірге тұратындығын айтады. Әйелі күйеуін кешіреді және де ол өзінің күйеуін өте жақсы адамға айналғандығына қатты қуанады. Осылайша фильм аяқталады. Достар, фильм ұнаған болса төмендегі комментарийде оны 1-ден 10-ға дейін бағалап кетіңіздер. Және де каналда көп жаңа видеолар болу үшін бізге қолдау білдіріп лайк басып каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ал каналға шығатын видеоларды бірінші болып көру үшін қоңыраушаны қосып қойыңыздар. Бізде бүгінге осымен тамам. Келесі видеоларда кездескенше сау болыңыздар.